Өзімнің жұмыстас коллегама ғашық болып, әйелімнің көзіне шөп салдым деп кейіпкер өз оқиғасын бастайды. Қазақша каналға қолдау білдіріп, лайк басып, каналға тіркеліп, пікірлеріңізді қалдырып етіңіздер. Өскелең ұрпақ осынау адамдардың қателіктерінен сабақ алсын деген мақсатта ашылған арна. Әңгімемізді жалғастырайық. Біздің отау құрғанымызға 4 жыл болды. Әйелім әдемі, барлығы менің көңілімнен шығатындай жақсы әйел, жақсы ана, жалпы бір-бірімізді ұнатып үйлендік. Ортақ 2 баламыз бар. Әйелім мені қызғанбайды. Басында ол да мені құла сүйетін. Бірақ өмірі ештеңеге көңілі толмайды да жүреді. Мені қызғанбайды, сүйем деп айтпайды. 2 баламыз ортамызда жатады. Мен түнде әйелімді іздемеймін. Кейін ол ренжиді. Саған бәрібір, жұрттың күйеуі керісінше әйелінің артынан жүруші еді. Сен ештеңе ойламайсың деп. Менің ағзам оны сұрамайды да. Маған дұрыстап бір ұйықтап алсам, қарным тоқ болса, басқа ештеңе керек емес. Балаларымыз балабақшаға барады. Әйелім жақсы компанияда жұмыс жасайды. Менің жаңа жұмысқа орналасқаныма 4-5 айдың көлеміндей болды. Әйелім екеуміздің арамыз 5 жас. Бірақ маған әйелімнің жасы кәрілеу болып көрінеді кейде. Бояусыз түрі, жуылмаған шашы, май сасыған киімі мені өзінен алшақтатып итеретіндей сезіледі. Жұмысымда бір сұлу жұмыстасым бар. Менен 10 жасқа кіші, нәзік, аппақ, сұлу, сондай мейірімді, мінезі де бар. Мен үшін бәріне де дайын тұр. Қылмыңдап қояды. Күнде жұмысқа соны көру үшін барамын. Менің жұмыс істеуге деген мотивациям сол. Соны көргім келеді де тұрады. Bir қарасаң көзің тоятын қыз. Bir күні сонымен жазған хабарламаларды әйелім оқып қойды. Оның аудио жазбаларын, барлығын. Кейін әйелім телефонды мен ұйықтап жатқанда ақтаратынды шығарды. Тексеріп бастады. Менікі дұрыс емес екендігін білем. Бірақ әйелім танытпаған махаббатты осы жас қыздан көріп, сезініп жүрмін. Махаббаттың не екендігін мен енді де қайтадан сезінгендеймін. Жұмыста біздің кабинеттеріміз көрші орналасқан. Менің кабинетіме кірген кезде мен отырам. Кейін арғы түпте тағы бір бөлме бар. Ол да менің кабинетім. Барлығы түскі үзіліске кеткен кезде мен осы ханшайымымды сол түпкі бөлмеге кіргізіп алып, екеуміз сыр шертісіп, керемет бір әңгімелер айтып, бір-бірімізге күшті комплименттер айтып, ол өзінің қыз екендігін, ал мен өзімнің еркек екендігімді сол кезде сезінетінім бар. Менің ханшайымым менің отбасым бар екендігін, бала-шағам бар екендігін барлығын біледі. Ал әйелім мен тек бала-шағам үшін жүргенімді де біледі. Мен WhatsApp-тағы суретімді өзгерткеннен кейін әйелім одан қатты күдіктене бастады. Мен отбасымызбен тұрған суретті ауыстырып, өзімнің суретімді қойып қойдым. Жұмыстасымды квартираға да алып барып жүрдім, гостиницаларға да алып барып жүрдім. Оның барлығын әйелім ештеңесін де білмейді. Себебі енді мен өзімді еркек қылып, күші бар, өзімді отағасы ретінде сезінгім келетін. Ал әйелім болса, мен әйеліме ешқандай да жұмыстағыдай беделді адам емеспін, мен ол үшін жай бір ез еркекпін. Оның айтқанын істеп жүре беретін, онымен салғыласпайтын, үнемі оған көмектесіп жүретін, балаларды жуындыратын, балаларды киіндіріп шешіндіретін, тамақ істеп көмектесетін, мен сол үйдің еркек емес, қатыны сияқты көретін. Барлық нәрсені кім істейді? Күйеуім істейді, күйеуім деп барлық ауыртпашылықты тек қана маған үйіп қойған. Екеуміздің пәтеріміз бар. Ол пәтерді екеуміз қосылып алғанбыз. Бірақ егер де мен ойлаймын, егер ажырасқан уақытта мен балаларымды өзіммен алып қалмаймын, пәтерді де сол әйелге тастап кетемін. Себебі менің бақытты болғым келеді. Балалар маған ол үшін кедергі. Ал менің ханшайымым оқуды жаңа аяқтаған, өте сұлу, өз-өзіне күтім жасап қалған, соңғы үлгідегі киімдерді ғана киетін, жалпы айтқанда ухоженный болды. Ал менің әйелім ондай емес. Менің әйелім май болып тамақ істеп, үй жинап,
тек үйді жинау, үй тырналау сондаймен ғана айналысатын. Ал ер адамға оның барлығы керек болғанымен де ер адам өзін еркек ретінде көріп, еркек ретінде сезінгісі келеді. Бір күні мен әлеуметтік желімді кодқа қойып қойдым, парольға. Әйелім ашпасын, оқымасын, көрмесін деген оймен. Сөйтіп түнде ұйықтап жатсам, қасымда бірдеңе жанып жатқанын көрдім, светтің. Оянсам, әйелім телефонында ақтарып жатыр екен. Әйелім барлық нәрсені біліп, көріп, екеуміздің жазысқандарымыздың барлығын оқып қойды. Мен басқа әлеуметтік желілер арқылы тығылып сөйлесіп жүргенімді оның барлығын біліп қойды. Екі жақтың ата-анасын шақыртып, жиналысқа салып, екеуміздің арғарайғы қарым-қатынасымызды шештік. Әрине, әйелім менің бұндай қылығымды кешірген жоқ. Енді мен оған өкінбеймін, әрине. Менің қанжайымның өзінің бір бөлмелі осы қаладан пәтері болды. Ол мені құшақ жая қарсы алды. Балалар әйелімде қалды өзім ойлағандай. Үйімде, кредитімде барлығы екіге бөлініп, мен үйді алмаймын деп бас тарттым. Қанжайымым маған бала туып бермеймін деді. Мен сұлулығымды сақтаймын. Баланы асырап аламыз балабақшадан деді. Оның үстіне сен 2 балаң бар, сен балаға мұқтаж емессің, сен өз балаларыңды бәрібір тастап кеткенсің деді. 1-ші жыл көндім оған, 2-ші жыл көндім, 3-ші жыл көндім, 4-ші жылы жастың аты жас, мені кәрі деп менсінбей қалды. Менің де денсаулығымнан 1-2 кінәраттар табылды. Енді арамыз 10 жас болғаннан кейін мүмкін әйелім қанжайым ішкілікке салынып кетті, ащы суды ішіп бастады. Мен оның жақсы жағынан ғана білген екенмін. Негізгі кез келген әйелдің бағбанына байланысты барлық нәрсе. Егер ер адам әйелге жақсы күтім жасаса, әйел де соған сәйкес әдемі болады. Менің бар түсінгенім, мен әйеліме көп вложение жасамағандығым. Негізі қанша жас, қанша сұлу әйел ала берсең де алсаң да, сен өзің өзгермей, олар өзгермейді. Яғни әйелдің рөлі өзгермейді, еркек өзінің рөлін өзгертпесе. Менің осынау бір қате пікірім, жаңағы оған дейінгі, осы ойға дейінгі менің қате пікірім, менің айрандай ұйып отқан отбасымның бұзылуына, шаңырағымыздың шайқалуына, менің далада пәтерсіз қалып қоюыма алып келді. Кейін 4 жылдан кейін біз екеуміз 2 жаққа кеттік. Біз екеуміз азаматтық некеде болғанбыз, заңды түрде емес. Ал әйеліммен заңды түрде ажырастық. Кейін мен далада қалып қойдым, пәтер жалдап тұрдым, қымбаттап кетті пәтер. Әйеліме жазып бастадым, кешірім сұрадым, бірақ әйел мені өкінішке орай кешірген жоқ. Әрине, оның кешірмейтіндей де бар, себебі менің жасаған қателіктерім үлкен қателік болды. Ондай нәрсе жасамауым керек еді. Өзім әйел қылып алғаннан кейін соңына дейін сол әйелмен бақытты да, басқаны да сол әйелмен көруім керек еді деп кейіпкер өз оқиғасын аяқтайды. Менің білуімше қазіргі таңда екеуі қосылған жоқ. Кейіпкерге айтар ақылдарыңыз болса, комментарийге пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер болады. Ол кісі біздің арнамыздың көрермені екен. Қазақша каналға тіркеліп, лайк басып, подписка жасап, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Сіздермен болған өмірден алынған арнасы 100% өмірде болған шынайы оқиғаларды ғана жариялаймыз. Сау болыңыздар.